Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебінше, адамдар арасында кездесетін аурулардың 80% түрлі паразиттердің кесірінен болады. Соның ішінде әлемде жыл сайын қаншама адам өмірімен қоштасады. Паразит құрттардың ағзада бар жоғын қалай білуге болады? Зиян ба? Олардан қалай құтылуға болады? Екі тәсіл арқылы үй жағдайында шекті құрттардан қалай тазалаймыз деген тағы да басқа сұрақтардың жауабын бүгінгі видеодан білетін боласыздар. Бүгінгі тақырып өте қызықты. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Паразиттердің жұмыртқаларын ауа, су, тамақ, киім-кешек, үй жануарларынан жұқтырып тасымалдайды. Ал паразиттердің өзге тіршілік иелерінен бірден бір айырмашылығы, ең үлкен айырмашылығы десек болады, олар ағзаға түскеннен кейін жылдам көбейеді. Бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейін 100-ден 1000 жұмыртқа шашады. Олар шекке түскесін қан арқылы ағзаның бүкіл мүшелері мен жүйелеріне таралады. Паразиттер өте тынымсыз қоректенеді. Ағзаға түскен, яғни сіздің тамақтанған, сіздің кез келген жеген тағамыңыздың тек қана пайдалы, яғни түскен витамин, микроэлементтерді сорып тауысады. Ағзаға улы заттар бөледі. Сіздің витаминіңізбен қоректенеді, бірақ сіздің ағзаңызға улы заттар бөледі. Міне сол себепті олар түрлі аурулардың қайнаған көзіне айналады деп жазады. Ал бұл аурулардың қанша емделгенімен де адам паразиттерден толық арылмай, ешқандай, яғни бір жола ешқандай аурудан құтыла алмайды. Себебі ол аурудың туындауына себеп болған бұл жерде құрттар, паразиттер. Көп аурулардың шипасын таппай, емін таппай, ұзақ емделіп, созылмалы түрге айналуына негізінен осы паразиттер себепкер болып жатады. Біз мысалы паразит бар екен, құрт бар екен дейміз да, бірақ оған көп мән бермейміз. Себебі паразит барлық адамда кездеседі, паразиттер ағзамызда болу керек деп қараймыз да, бейжай қараймыз былайынша айтқанда. Мысалы тері ауруларында аллергия, қант диабетінің асқынуы, жүрек қан тамырларының аурулары, мысалы инсульт, инфарктқа дейін, бауыр, бүйрек, тірек қимыл мүшелерінің аурулары, тағы басқа көптеген аурулар осы ішек құрттарының нәтижесінде туындайды, солардың кесірінен, және асқынады, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Мысалы хламидия сияқты бір клеткалы паразиттер сіңір ұлпаларын мүжіп тастайды, яғни быт-шытын шығарады. Науқас сіңірді жақсартатын дәрі-дәрмекті қанша ішсе де оңалмайды. Неге? Себебі ағзамызда паразиттер бар. Ол бір паразитті өлтіргеніңізбен де, ол бір паразиттен бірнеше паразит туындайды, мысалға жаңағы гельминтозда. Сондықтан сіз бұл аурудан аяқпайсыз. Неге? Себебі паразиттер өлмейді, олар сіз жаңағы мысалға сіңір ұлпаларын мүжігенге қарсы мысалы сіңір жақсаратын дәрі іштіңіз, бірақ ол әсер етпейді. Ол үшін хламидияларды жою керек. Көптеген әйелдердің бала көтере алмауы осы хламидиядан. Хламидия мен токсоплазмоздар. Мысалға трихомонадтар варикозға, тромбофлебитке ұрындырады, қанды қоюлатады, ұйғыштығын арттырады. Соның әсерінен бізде инсульт, инфаркт туындайды. Әсіресе трихомонадтар ағзаға өте бекініп алса ағзаға, ол адаммен өмір бойына бірге болады. Атеросклерозға да көп жағдайда буынды бүлдіретін осындай паразиттер себепкер болады. Паразиттер миға да өте алады. Онда ол инсульт тудырады сәйкесінше. Лямблиялар мен трематодтар өт жолдарына бекіп, онда қабыну туғызады. Одан холангит, ұйқы безінің зақымдануы пайда болады. Ал аскаридалар балалардағы жыныс ауруларының себебі болуы мүмкін. Паразиттер адам ағзасының кез келген бөлігіне бекиді. Оған жасушалық деңгейге дейін өте алады. Ағзаңызда гельминттердің бар екендігін немесе құрттардың бар екендігін қалай білуге болады? Ең алғашқы белгісі терінің қышуы, яғни басында айтып кеткен, олар біздің витаминдерімізбен қоректенсе, артынша улы заттарын тастап кетеді. Сол үшін соның жауап ретінде бізде терідегі қышулар болады,
іш ауырған кезде көбінесе кіндіктің айналасы, кіндіктің жоғарғы немесе төменгі бөлігі көп ауырады. Бірақ бізде неспецифический язвенный колит немесе колит деген ауруларда да бұл ауырсыну белгілері болады. Сондықтан да дәрігерге міндетті түрде қаралғандарыңыз дұрыс. Дәрігер дифференциалды диагностика жүргізіп, яғни сараптама жасап, аурулармен салыстырып, клиникалардың белгілерін барлығын салыстырып, анализдерді салыстырып диагноз қояды. Көбінесе подростковый периодтағы балаларда, 13-14 жастағы балаларда терілерінде ақтаңдақтар пайда болады, терінің қышулары, кез келген жастағы адамдарда аллергиялық реакциялардың туындауы. Аллергиялық реакция мысалға сезонная аллергия, мұрынның қышуы, мұрыннан су ағу, көздің жастануы. Бірақ сізде осы кезге дейін ешқандай аллергиялық реакция болмаған. Мысалы, сіз күннің ыстығына, пухтарға қалыпты түрде реагировать ететінсіз. Бірақ осы жолы сіз байқайсыз, сізде болмаған аллергиялық реакциялар қазір болып жатыр. Ол да бір белгісі. Және іш өту. Ең үлкен себеп поликлиникаға, мысалға, егер сіз приемға ішіңіз өте беретін болса, мысалға, бірінші біз паразиттерге тексеруіміз керек. Немесе сәйкесінше, егер сізде осы кезге дейін ішіңіз өтіп жүріп, енді бірден ішіңіз қатып қалса, тоже гельминттерге күмән тудырсаңыз болады. Келесі белгісі түнгі уақыттағы анальный проходтың қышуы. Неге түнге? Себебі түнгі уақытта олар сол шыға берісте, тікішектің шыға берісінде ануста жиналады да, сол кезде олар қозады, жұмыртқа бөледі, дернәсілдерін бөледі сол уақытта. Практикадан мен сіздерге бір пример, мысал келтірейін. Бір пациент, әйел тұрмысқа шығайын деп жатқан, жаңағыдай артқы өтісінде қышуларға шағымданып келеді. Және өзі көрген үлкен дәретінен құрттарды. Енді сұрақ бұл жерде дәрігерге: не істесем болады, мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын, менің күйеуімнен ұят, мен түнгі уақытта менде артқы өтісім қышиды деген сұрақпен келеді. Біріншіден, біз адамның түріне қараймыз, мән береміз, тырнақтары ұзын әйел. Біріншіден, енді қараңыздар, путь передачи, жаңағы дернәсіл, ол өте ұсақ, көзге көрінбейді. Білеміз, құрттың размерінің өзі кішкентай, оның дернәсілі одан миллион есе кішкентай болады. Біріншіден қараңыз, құрттың путь передачи жүретін жолы, мысалы қараңыз, сіздің артқы өтіңізден ол құрт шығады, жұмыртқалардың бәрі сәйкесінше сол артқы өтістің шыға берісінде тұрады. Ол жеріңіз қышиды, сіз ұйықтап жатқан кезде ол жерді қышисыз, ол бесконтрольно болады. Сіз қышисыз, қышыған кезде ол ұзын тырнақтың астында бір дернәсіл жартысы болса да қалып, ол сіз қолыңызды қанша жусаңыз да ол сол жерде тұрады, өйткені ұзын тырнақ. Қолыңыз жуасыз, тамақ ішесіз, мысалы еттен жейсіз саусақпен, ол сол кезде тамақ арқылы ішіңізге түседі да. Қараңыз, цикл болады. Мысалы, сіз антигельминттік препарат ішесіз, бірақ сол цикл арқылы қайтадан дернәсіл ішіңізге түседі. Сондықтан бірінші бұл жерде гигиена деп айтқым келеді. Енді үй жағдайында қалай ішек құрттарынан арыламыз? Біріншіден, чеснок. Чеснокты өзін жеу арқылы емес, 2 бас чеснокты алып, ұсақтап турап, тамақтан кейін, кешкі тағамнан кейін, артынша су ішіп, 2 чеснокты ұнтақтап ішеміз. Суға араластырып ішсеңіздер де болады. Бірақ егер асқазаныңызда ойық жараңыз болса, кәдімгі жіті ауруларыңыз болатын болса, онда ішуге кеңес бермеймін. Бұл бірінші әдіс. Бұл әдісті бір шамамен 3 күн ішіп бақылсаңыздар болады. Бұл дәрісіз үй жағдайында. Екінші, тыкваның семенасы, оны кәдімгідей жейсіз. Күнделікті кәдімгі тамақ рационыңызға қоссаңыз болады. Оның асқабақ дәндерінің жеудің арнайы бір рецептісі жоқ. Оны күрделендіріп, бірдеңемен араластырып ішудің қажеті жоқ. Дәрісіз емде осы чеснок және асқабақ дәні. Асқабақ дәні өте пайдалы, оның паразиттерге қарсы функциясынан басқа өте көп функциялар бар. Пайдасы өте көп. Біз паразиттерге күмәнданған кезде қандай анализ тапсырамыз? Аскаридоз, трихинеллез, токсокароз, апистархоз, лемблиоз, эхинококоз. Осылардың барлығына иммуноглобулин G және иммуноглобулин M. Анализ кала тапсырамыз міндетті түрде үлкен дәретті энтеробиозға.
Міне осы анализдерді тапсырасыз. Үй жағдайында тек қана осы методтар арқылы емделесіз. Және егер де сіздің балаңыз мысалы садиктен энтеробиоз жұқтырып келсе, энтеробиоз деген түнгі уақытта жаңағындай артқы өтістен шығып, төсектен өтіп, қасында жатқан екінші балаға міндетті түрде жұғады. Сондықтан да балаларыңызды именно сол уақытта бөлек жатқызыңыз, шектеу болу керек. Және де тырнақ, қол гигиенасы міндетті түрде қол жуулы болу керек. Осымен шағын видеомды аяқтаймын. Видео қызықты болса комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіп, қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Жаңа форматтағы осындай әңгіме ретінде қарапайым тілде түсіндірген видео сіздерге ұнай ма, қызықты ма? Сол жайлы пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.